Сәлем достар, мен бүгін нағыз жаздың салаты өте жеңіл, осындай капустадан жасалынатын салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге осындай 3 ғана ингредиенттен тұратын капуста, огурцы, жаңағы укроп, майонез ғана қажет болады. Капустаны майдалап осылай ұзынша етіп турап аламыз. Міне осындай майда болуы шарт. Енді оны бөлек ыдысқа салып, кішкене оған тұз сеуіп, жаңағы өзінің соғы шыққанша қалдыра тұрамыз. Соғы шыққаннан кейін жақсылап араластырып, осындай қиярымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Оны да үстіне салып, укропты да майдалап турап аламыз да, оны да салып, кейін майонезбен араластырып қоятын боламыз. Майонезді де салдық. Егер майонез майлы деп жататын болсаңыздар, бұл салатқа айранды қоссаңыздар да болады. Және де жүгеріні қоссаңыздар тіпті керемет болады. Мен үйде бар ингредиенттермен жасадым. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Өте